Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге жасалуы өте оңай булочкидің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, 7 ас қасық қантымызды салып, 1 шай қасық құрғақ ашытқымызды салып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Және де үстіне 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Ерітілген сары майымызды қосамыз. Шай қасықпен жарты қасық тұз, шым, ванилин қосамыз дәміне қарай. Енді осыны жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды қосамыз. Осылайынан қасықта көрсетілгендей 35 қасық ұн болады, яғни 550 грамм ұн қосамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Егер қамыр қолыңызға жабысып жатса, 1 ас қасық ұн қоссаңыз болады. Ол ұныңыздың ылғалдылығына байланысты. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Қамырымыздың бетін салафанмен жауып, орап, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілгенін күтеміз. Енді ортасына жаққанға салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбе қажет. Сүзбем менің ірі болғандықтан осылайынан сүзгіштен қасықпен басып отырып, ұсақтап алдым. Егер сүзбеңіз ұсақ болса, өткізбей қойсаңыз да болады. Мінекей осындай болып шықты. Енді үстіне 1 дана жұмыртқамызды, 1 дана жұмыртқаның ақ уызын қосамыз, сары уыздың бетіне қолданамыз. Және де 100 грамм қантымызды қосамыз. Мен иісін шығару үшін кішкене шым-шым ванилин қосамыз. Енді осы массамызды толықтай қанты мен жұмыртқасын бәрін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осындай біркелкі болу керек. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді столымыздың үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды түсіреміз. Қамырымыз сондай үлпілдек болып көтерілді. Үстіне кішкене ұн сеуіп, саусағымыздың көмегімен басып аламыз. Сосын оқтаумен жаямыз. Көлемін тік 4-3 көлемге келтіреміз. Қамырымыздың қалыңдығы шамамен 3 мм болса жеткілікті. Енді осы салмамызды қамырымыздың барлық жерлеріне салып шығамыз. Жасалуы өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Қазір салмасын салып болғаннан кейін орай саламыз. Видеода көрсетілгендей осылайынан дөңгелектеп орап шығамыз. Енді қамырымызды жіптің көмегімен осылайынан бөлетін боламыз. Алдын ала мен осылайынан пышақпен ізін салып өлшеп алдым. 14 бөлікке бөліп, сосын осылайынан жіпті айқастыра отырып, қамырымызды кесіп алдық. Пышақпен кеспеңіздер, себебі қамыр өте жұмсақ және де салмасы да жұмсақ болғандықтан қамырларыңыз дөңгелек формаға келмей қалуы мүмкін. Қалған бір жұмыртқаның сары уызына 1 шай қасық сүтімізді қосып, үстіне осылайынан жағып шығамыз. 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің тәп-тәтті булочкиларымыз, яғни тәтті нанымыз пісіп шықты. Иісі деген сондай керемет, жасалуы да өте оңай. Қараңыздаршы, қандай жұмсақ болып шықты, және де өте тойымды. 1 данасын жесеңіз, соның өзіне тойып қаласыз. Және де көлемдері сондай үлкен болып шығады. Менің каналымда басқа да қарапайым үйдегі бар заттармен жасалатын өздері сондай ерекше рецепттер бар. Каналыма кіріп көріңіз. Менің жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен болған Гүлжанат. Сау болыңыздар.